Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабақтың тақырыбы дала өркениетінің тарихи және мәдени ескерткіштері. Бүгінгі жоспар бойынша біз қарастыратын мәселелер: Қазақстанның сакралды картасы, екінші кезекте ұлттық рухани қасиетті жерлерді білу және не үшін керек. Келесі жоспар бойынша тарих және мәдениет ескерткіштерін жіктеу және жалпы ұлттық маңызы бар сакралды нысандар. Жалпы рухани қайта өрлеу бағдарламасының жүзеге асыру шеңберінде 2013 жылғы мамыр айында сакралды Қазақстан, яғни Қазақстанның қасиетті жерлерінің географиясы жобасы жасалып шығарылады. Сакралды деген сөзінің мағынасында Қытайға, дінге қатысты, ғұрыптық, діни ғұрыппен байланысты дегенді жалпы білдіреді. Сакралды деген сөзіміз. Сакралды Қазақстан жобасында рухани қасиетті орындар мен сакралды нысандар ретінде мифологиямен, дәстүрлі дін мен наным сенімге байланысты нысандар ғана емес, сонымен қатар біз табиғи ландшафтылар, мәдени мұра және зайырлы сәулет өнерінің ескерткіштері, сонымен қатар ауызша тарихнама мен халқымыздың жадында сақталған құндылыққа ие тарихи оқиғалармен байланысты нысандар да түсіріледі. Жалпы маңызы бойынша сакралды орындар екі түрге бөлінеді. Біріншісі макросакралды және микросакралды. Бұл жерде айтып кететін болсақ, макросакралды өзінің аты айтып тұрғандай, яғни ауқымды сакралды орындар. Ал микросакралды дегеніміз кіші, ұсақ сакралды орындарымыз. Жалпы үлгі бойынша қасиетті орындар төрт топқа бөлінеді. Бірінші топқа біз табиғи ландшафтылы нысандар жатқызамыз. Екінші топқа археологиялық және сәулет өнерінің ескерткіштерін жатқызамыз. Үшінші топқа қасиетті діни қажылық орындарды жатқызамыз. Және төртінші топқа тарихи тұлғалар мен саяси оқиғаларға байланысты жерлерді топтастырамыз. Соның ішінде бөліп қарастыратын болсақ, табиғи ландшафтылы нысандар дегеніміз қазіргі кезде Ұлытау жеріндегі Ақмешіт әулие биігін жатқызамыз, Хан Тәңірі шыңын жатқыза аламыз, және Мұзтау шыңы, Шарын шатқалы, Қазығұрт тауы, сонымен қатар Абай ауданындағы Қоңыр әулие үңгірлері. Осы жерлерді біз табиғи ландшафтылы нысандарға жатқыза аламыз. Екінші топ бойынша археологиялық және сәулет өнерінің ескерткіштеріне жататын ескерткіштерді атап өтеміз қазір. Бұл жерде Есік Сақ қорғанын айта аламыз, Беғазы археологиялық кешенін айта аламыз, Ботай қонысы, Берел қорымы және де Шілікті қорымы. Осы ескерткіштердің барлығы бізде археологиялық ескерткіштерге жатады. Яғни археологиялық қазба жұмыстары негізінде табылған ескерткіштеріміз. Үшінші топта бізде қасиетті діни қажылық орындар. Бұндай қасиетті қажылық орындарға біз ең негізгі ретінде өзіміздің Яссауи кешенін айта аламыз. Сонымен қатар Гаухар ана кесенесі бар, Арыстанбаб кесенесі бар, Қарашаш ана кесенесі, Бабатовты Шашты Азиз кесенесі және де осы Бәйдібек би кесенесін айта аламыз. Осындай діни қажылық орындарды біз осы үшінші топқа топтастырамыз. Келесі тобымыз бізде тарихи тұлғалар мен саяси оқиғаларға байланысты жерлер дейміз. Яғни бұл жерде көбінесе батырлардың есімімен аталып кеткен мемориалдық кешендерді аталамыз. Оларға Қобыланды батыр мемориалдық кешені,
Есім хан кешені, Абылай хан алаңы жатқызуға болады. Сонымен қатар Райымбек батыр кесенесі бар. Және де мемориалдық кесенде бізде Шоқан Уәлихановтың атындағы алтын немерелері мемориалдық кешен бар. Абай шәкәрім мемориалдық кешенін жатқызамыз. Енді мынау бүгінгі тақырып бойынша жалпы үй тапсырмасына келетін болсақ, осы материалдарға негіздене отырып, біз жарнама жасау ойыны жасап кетсек болады. Яғни қай сакралды мекенді таңдап алып, кез келген сакралды мекенді таңдап алып, сол сакралды мекен бойынша қалай туризм дамытуға болады. Яғни туризмді дамытуға өз үлестерін қосу мақсатында шағын жаңағы шығарма жазып, дәптерлеріңізге толтырып келесіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.